Қорғаныс министрлігінде соңғы жылдары бірнеше ақпараттық жүйе құрылған болатын. Қазір деректердің көбісі, ақпараттың көбісі цифрлы түрде, яғни онлайн. Олардың кибер қауіпсіздігін көтеру үшін біз Қазақстанның IT нарығымен, яғни кибер қауіпсіздік саласында жұмыс істеп жатқан IT мамандармен, IT компаниялармен кездесулер өткіздік. Бүгінгі кездесу екінші рет болып жатыр. Біз алғашқы кездесуден кейін негізгі бағыттарды айқындап, сол бағыттарды бүгін арнайы жол картаға салып талқылаған болатынбыз. Бұл кездесудің нәтижесі бойынша арнайы командалар құрылатын болады. Яғни біздің министрліктен бір адам, нарықтан бір адам. Бұл командалар мысалы пинтестпен айналысады, кибер қауіпсіздігін, кибергигиенаны көтеру мәселелерін талқылайды. Үшінші, біз өзіміздің мамандардың қабілетін, біліктілігін арттыру мәселелері бойынша жұмыс жасайтын болады. Яғни осындай командалар әр бағыт бойынша жұмыс жасап, одан кейін барлығы бірігіп, жалпы қорғаныс министрлігіндегі кибер қауіпсіздікті көтеру мәселесін дамытатын боламыз. Осындай митаптар, яғни кездесулер ай сайын жүргізетін болдық, солай шештік.